Бұл әйел Джон Кеннедидің өліміне кінәлі ме? Су бетінде елестері пайда болғаны рас па? Мына қыздың артында тұрған адам шынында ғарышкер ме? Армысыздар достар, бүгінгі шығарылымда жауапсыз қалған, сыры ашылмаған түсініксіз 8 фото туралы айтамыз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басып, пікіріңізді қалдыра кетіңіз. 1963 жылы 22 қарашада Далласта ақш-тың 35-ші президенті Джон Кеннедиді атып өлтірді. Мамандар дәл осы күні қайғылы оқиға болған аумақтағы суреттерді мұқият тексеріп шығады. 10 шақты фотодан қолына фотоаппарат ұстаған мына әйелді байқайды. ФБР агенттері оны бірнеше жыл іздегенімен кім екенін анықтай алмаған. Бұл бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан Гаддар эскадроны құрамының фотосы. Мұнда түсініксіз бір деталь бар. Суреттің жоғарғы жағына мұқият қарасаңыз, адам бейнесін байқайсыз. Эскадрон өкілдері оны механик Фредди Джексон екенін айтқан. Ең қызығы, ол осы сәттен 2 күн бұрын қаза тапқан. Ал эскадрон фотоға түскен уақытта Джексонды жерлеу рәсімі өтіп жатқан екен. Бұл сурет 1989 жылы маусымда Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңындағы толқу кезінде түсірілген. Қолына пакет ұстаған адам жарты сағат бойы танктердің алдына тұрып алады. Бұл адамның кім екендігі, одан кейінгі тағдыры сол күйі құпия болып қалды. Фото әлемнің барлық ірі басылымдарында жарияланды, ал суреттегі кейіпкер билікке қарсы тұрудың символына айналды. Бұл сурет Ұлыбританияның Солуэйферд қаласында түсірілген. Фотограф Джем Темплтонның қызының артында ғарышкерге ұқсайтын адам тұрғанын байқауға болады. Бірақ Темплтон фотоға түсірген кезде қызынан басқа ешкімді көрмегенін айтты. Түрлі зерттеулер оны фотографтың әйелі болуы мүмкін екенін айтты. Бірақ 100% дәлелденген жоқ. 1924 жылы желтоқсанда Уотертаун танкерінің экипаж мүшелері Джеймс Кортни мен Майкл Михан газға тұншығып қаза табады. Теңіз салты бойынша оларды суға тастайды, алайда келесі күні су бетінде қаза тапқандардың елесі пайда болады. Капитан тіпті оларды суретке түсіруді бұйырған. Кейінірек мамандар бұл жағдайды зерттеп, суреттің шынайы екендігін айтқан. Мына отбасы дәл осы үйге өткен ғасырдың 50-ші жылдары көшіп барған. Олар бірден жаңа баспанада естелік фотоға түсуді ұйғарады. Алайда суретті шығарғаннан кейін олардың қуанышы су сепкендей басылады. Франциялық фотограф Роберт Лесерекс мына суретті 1956 жылы түсірген. Фотоны ғалымдар ұзақ зерттеп, талқылап, оның фотоманипуляция екенін айтқанымен, жалған екендігіне әлі күнге дейін ешқандай дәлел жоқ. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары жердің алғашқы спутниктерінің бірі космостан белгісіз затты байқап түсіріп алады. Оны қара рыцарь деп атаған. Белгісіз зат жер планетасын күзеткен күзетшідей орбитада бірде пайда болып, бірде жоғалып, ғалымдарды әбден әбігерге салды. Видеоны аса және түрлі қызықты деректерден хабардар болғыңыз келсе, арнаға тіркеліп, лайк, комментарийді аямай бізбен бірге болыңыз.